Осы лесол туралы бір не айтқым келеді. Маған ұнайды осы лесол. Қаяқтан табарын білмей жүрмін. Қаяқта сататын болсаңыздар айтыңыздаршы маған. Осы видеоның астына жағаға қай жерде сататынын жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. Міне себеміз қазір 15 минутқа қалдырамыз. Менде вечно осы сковородкам осындай қарайып кетеді. Блинчик пісірген кезде. Бірақ иіс өте жаман. Сразу қолғаппен тазалау керек бұны. Кірлерін көрдіңіздер ме? Кухняда біз тамақ пісіреміз. Вечно кір қылып жүреміз ғой кухняны. Осылай сеуіп ұстаймыз. Көрдіңіздер ме? Міне май кетіп жатыр уже. Міне. Қазір қалай тазалаған көрсетем, иә? Бұл менде уже ескіріп кеткен ғой. Для очистки поверхности отвалившийся жир и прогоревшая пища идеально подходит для ежедневного применения для уборки кухонных поверхностей, в том числе из мрамора, натурального камня, а также кухонных принадлежностей, включая плиты, столешницы, кастрюли, сковороды, шампур, гриль, разделочные доски. Қолғап кию керек міндетті түрде. Мен бұны 1 жыл бұрын громадтан алғам. Қазір громадқа барсам сатпайды дейді. Қаяқта сататын білмеймін. Міне көрдіңіздер ме? Майын езіп жатыр. Тап-таза қылып беріп жатыр. Қазір мен осыны жуамын. Міне менде плитам тап-таза болып шықты. Лесолмен жуған соң майын кетіреді. Және тазалықты таза қылып кетіріп береді. Осы лесолды сататын жерін білсеңіздер, осы видеоның астына жазып кетсеңіздер. Және қай қалада, қай жерінде сататын, қай магазинде. Бізде бұрын Шымкентте сататын громадта. Қазір жоқ. Өзі Россияда өндіріледі. Не таза қылып берді. Сәл мына жерлерін толық кетіру үшін мен ұзақ сақтауым керек. Қазір мен тездетіп жуып шықтым. Тап-таза қылып кетіріп берді. Тамақ пісіріп болған соң осылай жуып аласыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.